Ассалаумағалейкум арыздар ағайын, қалдарыңыз дәрігер жұмадан жарқынбек ұлы. Хабарласқан көрермендеріміздің арасында ең көп қойылған сұрақ өт толу, өт қабыну, өттегі тас аурулары туралы болды. Осыған байланысты енді бүгін иншалла өт ауруларына байланысты тоқтала кетпекпіз. Қазіргі заманауи өмірдің әсерінде адамдардың тұрмыс ритмі өте тез, жұмысы ауыр, стресс көп болады сол себепті де. Оның үстіне көптеген адамдар, әсіресе өзіміз қазақ болғаннан кейін ет пен майды көбірек жейміз, көп жақынбыз соған. Оның үстіне нашар әдеттер бар, арақ ішетін, темекі шегетін. Сонымен қатар кейбір жас қыздар, келіншектер болсын, өзінің дене бітімін сақтағысы келіп, сұлулыққа қатты беріліп, кейбір қате әдістер арқылы арықтағысы келеді, тамақты мүлдем жемей қояды мысалға. Әсіресе таңертеңгі асты ішпей қояды. Кейбір себептері уақыты тығыз болуына байланысты таңертең үлгермей қалады. Осының нәтижесінде, осы себептерге байланысты көптеген адамдарда өт қабыну немесе содан ары қарай дамып өтке тас байлану ауру пайда болады. Әрі бұл ауру адамды өте қинайды десек те болады. Ал енді бұның алдын алуды көп адам біле бермейді. Негізінде осыған байланысты тағамдық емдеу әдісі ең қауіпсіз әрі денсаулыққа ең пайдалысы сол болмақ. Енді өттегі тасты айтатын болсақ, көбінесе холестериндік тас болып табылады құрамы. Кейбіреуі араласпа тастар, одан өттің негіздеріндік тастар болып табылады. Ересектерде көп кезігеді, әйелдер адамдардың арасында еркектерден қарағанда көбірек бұл тастың пайда болуы өттегі 40 жастан асқаннан кейін салыстырмалы түрде жастың ұлғаюына байланысты бұл ауруға душар болу қаупі жоғарылайды. Енді осы өтті қабынғаннан кейін немесе өт қоюлану, өт толу дейміз, өттің аузы қисаю деп те аталады жай қарапайым тілде. Сосын ең соңында өтке тас байланса, бұның ең маңызды, ең назар аударатын түйіні 30% емденсеңіз, 70% өзіңізді өзіңіз азықтық жағынан теңшеп отыру қажет болып табылады. Енді осыған азықтықтан құралатын тағамдық емдерге тоқталатын болсақ, ең біріншісі жемжеміл, яғни ембір орысша айтқанда. Өтте тас бар аурулар көбінесе жемжемілді жеу керек, ал қантты азайту керек. Өйткені жемжемілдің құрамында жемжеміл фенолы деген зат бар. Ол адам ағзасындағы PSG деп аталатын сондай бір қосылыстың бөлімше жоғауын тежейді. Нәтижесінде өттің құрамындағы жабысқақ белоктың мөлшерін азайтады. Сол себепті жабысқақ белок азайғаннан кейін өт сұйықтығындағы кальций ионы мен өт қызыл қосылысының бірігуі азайып, сол арқылы өттегі тас байлануды алдын алуға болады. Бұл біріншісі. Сосын жемжемілдің құрамында ағаш май деген сондай бір қосылыс бар. Ол да сол өтті айдайтын ролі күшті. Өт уақытылы айдалып тұрғаннан кейін, өт жиналмағаннан кейін өт қалтасында. Онда өт қоюланбайды. Өт қоюланбаса, ол жерде өтте қабыну пайда болмайды. Яғни микробтардың жиналуына кедергі болады. Соның нәтижесінде воспаление пайда болмайды. Өт қабынудың алдын алады. Бұл біріншісі. Екіншісі, өзіміз барлығымыз білетін жер жаңғағы. Яғни жаңғақ кәдімгі. Жаңғақтың құрамында әртүрлі омега-3, омега-9 деген сияқты қанықпаған майлар бар. Бұл қанықпаған майлар адам ағзасында холестериннің жиналуының алдын алады. Әрі өттің қоюлануының алдын алады сол нәтижесінде.
Ең соңында өттегі тас пайда болуу салыстырмасы төмендейт деген сөз. Бул экинчиси. Үчүнчүсү кызыл буршак деген бир чөп бар. Кәдімгі буршак ұқсайды, қызыл буршак деп аталынады. Бұның енді қасиеті сәл суықтау, қышқылдау дәмі. Бұл сол ас қорытуды күшейтіп, денедегі ылғалдықты айдайды, сінуді қайтарады, уытты басады. Бұны көбінесе ақ тамыр шөбінің тамырымен бірлесіп істеткенде, немесе тауықтың асқазаны кептірілген асқазанымен қосып істеткенде әртүрлі тастардың ыдырауын, тасты емдеу мақсатына жетуге болады. Төртіншісі қара саңырауқұлақ. Қара саңырауқұлақтың құрамында да ас қорытудағы әртүрлі бездердің бөлім шығаруын күшейтетін құрамдар бар. Сонымен қатар ол өттің түтікшелерін майдаластырады, өттің ағуын, әрі өттің ішіндегі сол ұсақ тастардың ыдырап шығуын тездетеді. Сонымен қатар ол өттегі сол тастарды кеміреді. Олар содан кеміргеннен кейін ол бөлініп, ұсалып, содан кейін түтікшелер арқылы шығу оңайласады. Әр адам күніне бірде 2 рет сол жаңа қара саңырауқұлақ тұтынған жағдайда ауырсыну, жүрек айну, құсқысы келу сияқты ауру белгілерін қысқа мерзімде жеңілдетуге болады. Кішкене тастар болса 10 күн ішінде әбден ыдырап, тарап кетуі мүмкін. Үлкендерден шығып кетеді сыртқа, былайша айтқанда. Ал енді қатты ұзақ мерзімдік тастар болса да, бәлкім ұзақ мезгіл қара саңырауқұлақ тұтынған жағдайда тас жеміріліп кішіреюі мүмкін. Бесіншісі қуырылған асқабақ тұқымы. Қуырылған асқабақ тұқымын дайындау үшін әуелі асқабақ тұқымын алып, оны жуып, тазалап, одан кейін күреге салып, кішкене отта біраз қуыру керек. Содан кейін суытқаннан кейін пайдалануға болады. Күніне 50-100 грамм тұтынуға болады. Бұл да сол өттегі тастың пайда болуының алдын алады және емдейді. Алтыншысы жүгерінің майсасы немесе жүгері сақалы дейміз енді. Жүгерінің басындағы ұзын майсасы сақалы ғой, былайша айтқанда. Осыдан алып 50 граммды кептіріп, жуып тазалап кептіріп, ұсақтап турағаннан кейін суға бықтырып, чай орнында ішуге болады. Немесе осының үстіне жаңағы тауықтың ішкі ағзасы, әсіресе асқазаны, кептірілген асқазаннан 10 грамм қосып, суда қайнатқаннан кейін күніне 2-3 рет солай тұтыну керек, 20 күн тұтыну керек ең кемінде. Сонымен қатар бауыр, семіз, майлы ет, одан кейін жұмыртқаның сарысы дегендерді тұтынудан абайлау керек. Осы әдістерді қолданған жағдайда өттің қойылуының алдын алады, өттің ағуын жақсартады, өттегі тас байлануды емдейді, әрі алдын алады. Иншалла. Осы рецепттерді осы үй жағдайында осылай пайдалансаңыздар, өзіндік көмегін тигізеді. Иншалла. Ағайын, ауырмаңыз, келесі ертеңге күн жақсы болайын. Видеоға лайк басыңыздар. Сіздердің лайк басқандарыңыз біздерді қолдағандарыңыз, әрі видеоны көпшілікпен бөлісіңіздер, білімді бөлісіңіздер көбейеді. Сонымен қатар арнамызға тіркеліңіздер. Қазақ тіліндегі медициналық арнамызды қолдап қуаттаңыздар ағайын.